Бір заманды солтүстік ауылдардың бірінде әйелі және Конан атты ұлы бар ұста өмір сүрді. Көп ұзамай олардың ауылына зұлым сиқыршы Тулса Дум бастап келген салт аттылар шабуыл жасайды. Олар ауыл тұрғындарын аяусыз қырып салады. Конанның әкесі қарсы тұрған кезде оны да өлтіреді. Әйелі мен ұлы жасырынып қорғаушылардың өлімін үреймен көреді. Алайда олар ұзақ тығыла алмайды. Сиқыршы баяу ғана ұсталы қылышты ұстаған әйелге жақындайды. Ол оны дуалап, есінен тандырып, қаруын түсіруге мәжбүр етеді. Бір сәтте басын шауып түсіреді. Анасының қолынан ұстап тұрған кішкентай Конан көзіне сенбей қалады. Балаларды тірі қалдырып, шынжырлап солтүстікке алып кетеді. Онда оларды күннің ыстығы мен суығына күні бойы ауыр құл еңбегіне жегеді. Олар алып дөңгелекті айналдырады. 20 жылдан кейін тірі қалған жалғыз адам Конан ғана. Ол жұмысты жалғыз өзі жалғастырып жүреді. Қатал ер адамды бір келген жауынгер байқап, өзімен бірге алып кетеді. Жаңа жерге келгенде Конанды гладиаторлық шайқастарға арналған шұңқырға тастайды. Ол жерде оны жануардың тісіндей өткір тістері бар, қанға боялған қорқынышты қарсылас шабуылдайды. Конан бар күшін салып шайқасып, барлық қиындыққа қарамастан жеңіске жетеді. Ол кейінгі жекпе-жектердің бәрінде үстемдік етіп, халықтың сүйіктісіне айналады. Ешкім оны жеңе алмайтын дәрежеге жеткенде лайықты қарсылас қалмайды. Сонда оны шығысқа жіберіп, таңдаулы жауынгерге айналдырады. Ұлы соғыс шеберлері варвармен өз құпияларын бөлісіп, оны оқып жазуға, поэзия мен философияға үйретеді. Конан әлі де құл болса да, сұлу канизактардың ортасында болып, нағыз ер азаматқа айналды. Әкесінің анық есіне түсірмесе де, ол ұсталық сенімін тастамай, Кромға және қасиетті болатқа сенуді жалғастырады. Ол ұстаздарының құрметіне ие болады. Бір түні қожайыны оны бостандыққа шығарады. Бұрынғы құл далаға қашып кетеді. Оны қасқырлар қуады. Қашып бара жатып, ол жартастан құлап, ішінде жасырынған көне қабірге түседі. Онда от жағып, айналасында ежелгі адамдардың қаңқаларын көреді. Солардың бірі патша киімінде таққа отырады. Оның оң қолында қылышы бар. Конан оны абайлап алып, тотын қағып түсіреді. Кенет қаңқаның тәжі түсіп, ежелгі патшаның басы еңгейеді. Конан қалған шынжырларын үзіп, қасқырлардан құрылады. Кезбе жауынгер жалғыз үйшікке тап болады. Есіктің алдында бір әйел оны күтіп тұрғандай. Өзіңе зиян келтірме, әкемнен қорықпа дейді ол. Конан ішке кіреді. Әйел оған солтүстіктен келіп, жыландарды жойып, патша болатын ұлы жауынгер туралы болжам айтады. Бала кезінде Конан ата-анасын өлтіргендердің таңбасын жаттап алған еді. Қара күн астында қос жылан бірігіп тұрған белгі. Көріп кел әйел, түнді онымен өткізсе ғана көбірек айтатынын уәде етеді. Конан келіседі. Бірақ сол сәтте әйел өткір тісті жынға айналып, Конан оны отқа итеріп жібереді. Жын оның денесіне шығып, орманға зұлым күлкімен ұшып кетеді. Жолын жалғастырып келе жатып, Конан жартаста шынжырланған, тамақ сұрап жалынған адамды көреді. Ол ұры әрі садақшы еді. Жаза ретінде жалғыз қалдырылған. Конан оны босатады. Субутай Конанның серігі әрі шынайы досына айналады. Екеуі таулар мен далаларды кезіп, Конан алғаш рет шынайы қалаға келеді. Нарықтан тамақ ішкен соң олар сапарын жалғастырады. Басқа бір қоныста Конан қылышын ұстаға қайрап беруге тапсырады. Жергілікті тұрғындардың ешқайсысы көріп кел айтқан жылан таңбасын көрмеген. Бірақ олардың бірі мұнарада жыланға табынатын сектанттар бар екенін айтады. Бұл жылан діні айналаға тарап, оның ізбасарлары түнде адамдарды өлтіреді екен. Конан мен Субутай мұнараға қарай бет алады. Жолда варвар көңіл көтеру үшін бір түйені бір соққымен құлатады. Бұл тым көп назар аудартады. Субутай енді абай болу керектігін ескертеді. Ұры мұнарадан құнды бірдеңе ұрлауды үміт етеді. Бірақ жақындай бергенде достары Валерияға тап болады. Ол да қолында қылышы мен арқаны бар. Мұнараға жасын кірмекші болып жүрген екен. Олар бірігіп әрекет етуге шешім қабылдайды. Топ қабырғаға өрмелеп, мұнараның шатырына шығады. Жоғарыдағы құдықтан жағымсыз иіс шығып тұр. Бірақ ғибадатханаға кіретін жалғыз жол сол. Ішке енгенде ақ шапан киген табынушылардың Конанның ата-анасын өлтірген жауыз Тулса Думның ізбасарлары екенін біледі. Валерия бір әйелді есінен тандырып, оның киімін киіп алады. Рәсім басталғанда Конан мен Субутай төменгі қабатқа түсіп, алып жыланға тап болады. Олар қазыналарды, соның ішінде жыланның көзі деп аталатын алып асыл тасты ұрлайды. Конан жыланды қылышпен шаншып, жақ сүйегін теседі. Бірақ жылан оның денесін орап, тұншындырмақ болады. Субутай досына көмектесіп, жебелерімен жыланның басын қабырғаға қағып тастайды. Достар жеңіске жетеді. Осы кезде жас сектант қыздардың бірі шапан шешіп, құрбан болу үшін жартастан секіріп, өзін жыланға жеметпек болады. Бірақ төменде киелі мақұлықтың өлігін көріп, айғай салады. Абыр-сабыр басталады. Валерия достарына күзетшілердің жебелерінен қорғануға көмектесіп, үшеуі шатырдан суға секіріп, қашып құтылады. Тавернада олар жеңіс татып өтеді. Конан Валерияға сезім білдіру үшін жыланның көзін сыйлайды. Сезімдері өзара болып шығады. Екеуі түнді бірге өткізеді. Конан асыл тастан оған мойнынан
аяғынан тағатын алқа жасап береді. Достар шектен тыс рақатқа беріліп, сақтықты ұмытады. Көп ұзамай патшаның сарбаздары оларды тұтқиылдан ұстап алады. Үшеуін билеуші Осрикке алып келеді. Алайда ол ұрыларды жазаламақ емес екен. Сендер ғана сол зұлым мұнараларға және олардың құдайына қарсы тұрдыңдар дейді қарт патша. Ол сектанттарды жек көреді. Әрі өз қызы да Тулса-Думның ықпалына түсіп, рухани ағартушылық іздеп соған еріп кеткен. Қайғыдан қан жұтқан әке ұрыларға байлық уәде етіп, қызын аман-есен қайтаруды сұрайды. Валерия мен Субботай алдын ала төленген сыйақыға риза болып, жынданған сектанттармен арпалыспай қашып кетуді ойлайды. Валерия Конанды жақсы көреді және оны жоғалтқысы келмейді. Бірақ варвар ата-анасының кегін алмайынша тоқтамайтынын айтады. Ол Валерия ұйықтап жатқанда жалғыз өзі кетіп, зұлым сиқыршыны жазалауға бел болады. Қасиетті сарайға бет алған қажылардың ізімен бірнеше күн жүреді. Жолда Конан ежелгі өркениеттердің қирандылары мен қаңыраған қалаларды басып өтіп, бір сиқыршының үйшігіне тап болады. Сиқыршы қарулы жауынгерді қорқытпақ болады, бірақ екеуі жау емес екенін түсінеді. Олар отбасында ежелгі құдайлар мен титандар туралы ұзақ әңгімелеседі. Таңертең Конан қажыларға сіңісіп кету үшін қылышы мен атын жаңа танысына қалдырып, түйесіне мініп жолға шығады. Ол сектанттардың лагеріне кіріп, бір абыздың киімін ұрлап киіп, Тулса-Думның патшаның сарайына бет алған шеру құрамына қосылады. Сарай баспалдағына Осриктің қызы пайда болады. Артынан Дум шығып, уағыз айта бастайды. Алайда кенет Конан әшкереленіп, тұтқынға алынады. Оны аяусыз азаптайды. Кейін Дум одан жыланның көзін қайтаруды талап етеді. Конан оның халқын ата-анасын өлтіріп, әкесінің қылышын ұрлағанын айтып айыптайды. Дум сабырлы қалыпта жауап беріп, Болаттың құпиясын іздегенін, бірақ одан да ұлы құпияны, тән құпиясын меңгергенін айтады. Сөзін дәлелдеу үшін жартаста тұрған қызға секіруге бұйырады. Қыз еш ойланбастан өлімге секіреді. Сиқыршы Болат оны ұстап тұрған қолдан әлсіз, ал қолдың күші шексіз. Дененің қуатына жүрегіндегі құштарлыққа қара. Мұның бәрін саған мен бердім дейді. Осыдан кейін Конанды шөл даладағы қасірет ағашына айқыштап шегелейді. Ол аштық пен шөлден азап шегіп, құзғындар шабуылдайды. Жауынгер өлімнің жақын екенін сезеді. Бірақ күн көтерілгенде көкжиекте Субботай көрініп, досын босатады. Валерия да бірге келеді. Олар жаралы Конанды сиқыршының үйшігіне апарады. Олар варварды емдеуді өтінеді. Бірақ сиқыршы бұл рәсім ауыр құрбандықты талап ететінін ескертеді. Валерия кез келген бағаны төлеуге дайын екенін айтады. Достары өлім елшілеріне қарсы тұрып, Конанның денесін жан аямай қорғайды. Ақыры Конан тіріліп, есін жияды. Енді Конан қауіпті сапарға жалғыз шықпайды. Субботай ханшайымды ұрлап, сиқыршыдан кек басқа уақытта алуды ұсынады. Бірақ Конан үнсіз қалады. Көзінде берік шешім бар еді. Сиқыршы оларға сәттілік тілейді. Олар таудың арғы бетіндегі үңгір аузына жетеді. Дәл сол жерде Тулса-Дум жасырын жатқан. Соғыс бояуын жағып, үшеуі ішке енеді. Іште сектанттар тән мен ләззатқа табынатын рәсім өткізіп жатыр. Залға қайнап тұрған үлкен қазан әкелінеді. Ханшайым тақта отырған сиқыршының аяғының түбінде отыр. Ал ол өзіне табынушыларды бақылап тұр. Кенет Думның денесі өзгеріп, ол алып жыланға айналады. Осы сәтте Валерия мен Субботай от қойып, күзетшілерді қыра бастайды. Конан залдың ортасына кіріп, бәрінің назарын өзіне аударады. Жылан сытылып кетеді. Валерия ханшайымды алып шығады. Конан күзетшілермен шайқасып, қайнап тұрған қазанды аударып, алып бағаналарды құлатады. Достар үңгір ішінде шайқаса жүріп қашып, аттарына мініп, ханшайымды алып кетеді. Дум қайтадан адам кейпіне еніп, өзіне қарсы шыққан кәпірлерден кек алатын айтады. Сыртқа шығып, кішкентай жыланды сиқырмен жебеге айналдырып, садағын тартады. Жебе Валерияға тиеді. Ол өлімнің таяғын сезеді. Конан Валерияның денесін сиқыршының үйшігі маңындағы ескі қалада өртейді. Субботай досымен қоштасып, бір тамшы жас төгеді. Конан Валериямен алғаш танысқан күні сыйлаған алқаны мойнына тағып алады. Ол Думның әскерін тұзаққа түсіру үшін ханшайымды төбеде тұрған тасқа байлап қояды. Ханшайым әлі де сиқыршы кәпірлерден құтқарады деп сенеді. Ал Конан шайқасқа дайындалады. Оның ойы әкесімен орманда серуендеп, жұмсақ самалды жаңа шыққан шөптің иісін сезінген бейбіт күндерге оралады. Содан бері оның өмірінде көктем болмаған. Тек 20 жылға созылған сұрапыл күрес қана. Субботай тұзақтар мен бекіністерді дайындауға көмектеседі. Сиқыршы қаза тапқан жауынгерлерден жиналған сауыт саймандар мен қылыштарды әкеледі. Конан мен Субботай тас мүсіндердің тазасына тұрып, шабандоздарға қарсы ерлікпен шайқасады. Субботайды сиқыршы алғаш рет найза алып, бір салт аттыны аттан аударып, ажалдан аман алып қалады. Конан Думның екі қолбасшысымен шайқасады. Біреуін қазыққа түйреп өлтіреді. Екіншісі варварды жерге құлатып, соңғы соққы бермек болады. Кенет белгісіз бір бейне оның қылышын қағып жіберіп, жарық жарқылымен жауды соққы қылады. Конан таңырқап қарап, оның Валерияның рух екенін таниды. Осы мүмкіндікті пайдаланып, Конан соңғы жауды жеңеді. Тірі қалған жалғыз адам шетте тұрып, бәрін бақылаған.
Tulsa Doom. Ол тағы да садағын тартып, жаралы Ханшайымды көздейді. Ханшайым оны өзімен бірге алып кетуін жалбарынады. Бірақ Субутай оның ойын түсініп, қалқанымен жебені тосып қалады. Doom шайқас алаңынан қашып кетеді. Конан жерде жатқан сынған қылышты көреді. Бұл жау оны өлтірмек болғанда сындырған. Әкесі соққан қылыш еді. Түнде Tulsa Doom тау етегінде шырақ ұстап жиналған қажылардың алдына шығады. Осы кезде сиқыршыдан көңілі қалған Ханшайым Конанды сарай күзетшілерінен жасырын өткізіп, тікелей Думға алып келеді. Сиқыршы артынан жақындап келе жатқан варварды көріп, тәтті сөзбен оның санасын жаулап алмақ болады. Балам, сен маған келдің, ұлым дейді. Ол Конанды әкесін аңсаған сезім арқылы гипнозға түсірмек болады. Бір сәтке Конан елеске беріледі. Бірақ қылышының сабын көрген сәтте есін жиып дуадан босайды. Кекке болған Конан Думның басын шауып түсіріп, оны алданған сектанттарға тау басынан көрсетеді. Сектанттар алауларын суға лақтырып өшіреді. Жұрт тарайды, тек Ханшайым ғана қалады. Конан сарайды өртеп, адасқан Ханшайымды әкесіне қайтарады. Көп ұзамай ол ұлы патша болуға бастайтын жаңа оқиғаларға аттанады. Бірақ бұл басқа күннің әңгімесі. Huligani.